осы ақша жетпей қалады деген ой қайдан туындайды? Бірінші очередь білімсіздіктен. Сауатымыз жетпейді, қаржылық сауатымыз жетпейді. Конечно, жетпейді. Ысырапшылық. Біз аламыз да миллиондап береміз, мә деп береміз. Сосын соның алдында беделі түсіп қалады ол адам. Ақша тұрмау керек, ол әшейін жатпау керек ол. 1 теңге болса да кеп беріп тұру керек. Банкіге сал, баклажкаға сал. Өзіміз солай бастағанбыз негізі. Баклажкаға жинап, капельник алатын ақша жоқ. Баклажканы скотчтап, соның ішіне салды. Әдет сен білесіз, тағдырын шешеді деген. Адамдар қиналғысы келмейді, шыдамдылығы жоқ, сабырлығы жоқ, жинағысы келмейді, тез байығысы келеді. Вот сол тез баю деген адамды құрдым алып келеді. Сәлем достар, сіздер бүгін Ерлан Ордабаевпен бірге подкастын тыңдап отырсыздар. Біз бұл подкастта өмірдің ең маңызды тақырыптарын қозғаймыз. Ерлан аға, қазақта айтады ғой, ақша қолдың кірі дейді. Ал бірақ біз сол кірсіз өмір сүре аламыз ба? Ақша қолдың кірі деп енді ол мағынасымен айтқан шығар енді қазақ. Өйткені әр нәрсенің ақысы бар. Ақысы төлену керек міндетті түрде. Былай айтқанда қасапшы мал сойып жатып өзінің еңбек ақын алып кетеді сол жерден ойып. Сол сияқты әр нәрсе өзі төлену керек. Сондықтан алмақтың да салмағы бар дейді. Бір қолмен берсең, бір қолмен алған жақсы. Сондықтан конечно, ақшасыз өмір сүре алмайсың, ол мойындауымыз керек оны. Ол жерде просто құндылықты айтқан шығар ол жерде, мен өзім ойлаймын. Ақша қолдың кірі деген ол құндылық, адаммен қарым-қатынасты айтқан шығар негізі. На самом деле адам өз еңбегін алу керек. Дұрыс айтасыз, Ерлан аға. Көріп отырғандарыңыздай, байқағандарыңыздай, бүгінгі подкастымыз ақша және оның құпиялары жайлы. Қазір Ерлан ағамызбен бірге осы жайлы сөйлесетін боламыз. Бірінші сұрақ. Көп адамдар былай деп айтады да, ақша жетпей жатыр дейді. Осы ақша жетпей қалады деген ой қайдан туындайды? Енді білімсіздіктен, мен ойлаймын. Бірінші очередь білімсіздіктен. Кешірім сұраймын, сауатсыздықтан енді. Сауатымыз жетпейді, қаржылық сауатымыз жетпейді. Үнемдеуді, жинауды, бөліп шығаруды білмейміз. Конечно, жетпейді. Ысырапшылық негізі. Андай бір болмайтын бір тыраштанып кетеміз біз. Болмайтын нәрселерге тыраштанып бір мақтанып кетеміз. Болмайтын жерде өзімізді көрсеткіміз келіп қалады. Ят қойғанlarдан қалмай мен артық беруім керек деген білмеймін, бір болмайтын кеуде бір, білмеймін. Мысалы, мен бір кісілерді білем, бақуатты тұрады. Соң қараймын, бай ғой, шіріген бай. Сонда жаңағы барып беретін кезде, жаңағы молдаға берсе 10 мың теңге береді, жаңағы. Біз 10 мың теңге, 50 мың теңге беріңіз кеп, 100 мың беріңіз кеп тұрады ғой енді. Болмаса бір тойға барса, қаншадан беріп жатыр екен? Елдер 20 мыңнан беріп жатыр десе, жарайды біз 20 мың, 25 мың беріп қояйық дейді. Артық бермейді да. Соң кейбір кезде ойлаймын ғой, сұраймын, неге сіздер бар ғой жағдайыңыз десем, ол қиналып қалады дейді. Түсініңіз бе? Ол қайтарам деп қиналып қалады дейді. Ол қайтара алмайды. Ертең сол 25-ін қайтара алатын мүмкіндігі бар оның. 25-ін қайтарса, оның алдында беделі түспейді. Абыройы тік тұрады, еңсесі биік тұрады. Түсіндіңіз бе? Біз аламыз да миллиондап береміз, мә деп береміз. Сосын соның алдында беделі түсіп қалады ол адамның. Соң біз үстемдік жасап тұрамыз. Мен саған бердім ғой деп тұрамыз. Өкінішке орай, сол дұрыс позиция емес. Бұл жерде адамның бір-бірінің алдында жаңағы өзінің деңгейі беделі түспеу керек. Ешкімнен артық емес бұл жерде, негізі айтайын дегенім. Енді екінші Бұзауға туған күн, өгізге туған күн бұзауға да туады дейді. Сондықтан біз ертең күн білмейміз. Сондықтан бәрін орын-орнымен. қазір дұрыс айтасыз. Қазір ақша жинау туралы көп айтылады, иә? Біреулер айтады, ақшаны қара күнге жина дейді. Орыстарда черный день дейді ғой. Ал қазақтар кейбіреулер айтады, жоқ, ақшаны жақсы күнге жина дейді. Сіздің ойыңыз қандай? Жоқ, ақша қара күн, жақсы күн дегенді білмеймін. Ақшаны жинау керек, қосымша табыс әкелетіндей қылып. Енді мен ойлаймын, инвестиция жасау керек. Ақша тұрмау керек, ол әшейін жатпау керек ол. Ол 1 теңге болса да кеп беріп тұру керек. Бірнеше ящик дейді ғой енді, айтқанда бірнеше салаға, мысалы 4-5 салаға жайлап жаңағы депозитке, допустим, или жаңағы қалай айтсам болады сізге, біреуге жаңағы партнеров кіруге, неше түрлі инвестиция деп қойды қазір современный тілде мысалы. Әртүрлі негіз корзинаға салып қою керек.
енді ақша бола бастаса. Бірінші енді жаңағы банкіге сал, баклажкаға сал. Өзіміз солай бастағанбыз негізі. Баклажкаға жинап, капельник алатын ақша жоқ. Сол баклажканы скотчтап, соның ішіне салдық. Мысалы, сөйтіп жаңағындай, оның жаңа мақсаты болады. Біз жаңа үй аламыз дедік, соған жаңағы рассрочкаға үй алдық мысалы. Сол рассрочкаға ақшамыз жоқ болды. Сауда жақсы болған күні 10 мың теңге саламыз. Сауда болмаған күні 100 теңге, 50 теңге, 20 теңге салып отырдық мысалы баклажкаға. Солай өзінің күнделікті саудаға байланысты. Мен мысалы ақша жинау деген кезде былай ойлаймын. Бұл 10%-ін салып отыр дейді, біреу мындай процентін салып отыр дейді. Ол процентін қазір ешкім есептеп тұрмайды. Бүгін кішкене бір көбірек қолың ақша түссе, көбірек салып қой. Ертесінен шамалы аз ақша түссе, шамалы ғана салып қой. Соның бір бөлігін ауыртпалық түспейтін еді. Күндерін қомақты ақша жиналады. Негізі. Біз солай жинағанбыз. Негізі. Енді қара күнге, жақсы күнге емес, оның жаңағы пайдасы болатын жерге деп ниет қылып салу керек. Ниетте ғой енді. Үй алам жаңағы, я болмаса жаңағы бизнес ашам, болмаса баламның оқуына төлеймін деген сияқты намерениямен сөйтіп жинау керек. Ол әдет қой енді. Насихат әдет қой. Сол әдет құрбын несін әдетті қалыптастыру керек адамға. Жинамаса ол да әдет. Жинаса ол да әдет. Әдет білесе тағдырын шешеді сенің. Болды ғой? Жаңа айтып жатырсыз ғой, бөтелкеге ақша жинадық дейсіз, үй алу үшін. Баклажкаға. 5 литр баклажкаға. Жасыл скотчпен орап қойғанбыз ғой еще. Көрінбеу үшін де ішінде қанша бар екенінше. Аны андай баклажка болса көріп тұрасың ғой, алғың келіп тұрады да, көзің ойнап тұрады. Қысылған кезде жаңағы ала салғың келіп тұрады. Оны жасылын қалың скотч бар, соны орап тастағанбыз ғой бүйтіп. Соның ішінде анау крышкасын еще клейтеп тастағам, зажигалкамен ашпайтындай қылып. Содан кейін білмейсің ішінде қанша бар екенін. Жұмбақ, әйтеуір білесің, әйтеуір сала бересің, әйтеуір болған кезде көп, болған кезде көп, аз болған кезде аз, салмайтын күндер болған. Сонда сіздер үй алу үшін несие алған жоқсыздар, Қазір енді көп адамдар несие алып, содан қиналып жатыр ғой. Бірінші үйімізді біз ешқандай несиесіз алдық. Өйткені 2 миллион ақшам болды, кейін машинамды саттым, 2 миллион болды, 4 миллион болды. Сол 4 миллионды төлеп 13 миллион ба, 14 миллионды ма жаңағы рассрочка қалдық. Бөліп төлегенге. Өйткені жаңадан құйылып атты үй, біз сол жұмыс істедік. Сол жұмыс істеп, сауда жасап жүрген кезде жаңағында айттым ғой жаңағыдай. Жинаған сала бердік. Бір күні әйтеуір шетінен ашамыз, береміз, қайттан баклажка жасаймыз, береміз, сөйтіп жиналып кетті өз ақша. Сөйтіп өзі былай айтқан кезде ол үйде бір қарқ үй емес қой, үшеші. Біз үшін ол керемет дворец болды ол кезде. Бірақ ол кезде жаңағы мен сізге айтайын ба, 4,5 жыл 9-шы этаждан үй алдық. 4,5 жыл лифті болған жоқ. 4,5 жыл бойы жаңағы 9-шы этажға түсіп шығып, ол қала мына басында. Жағалау деген жер бар өзі. Мынау Шанхай. 1,5 сағат ары кетеді, 1,5 сағат бері автобуспен, маршруткамен 3 сағат күніне әшейін жай кетіп қалады, әшейін 4 сағат демесем. 4,5 сағат, 5 сағатқа дейін жолыңа кетіп қалады. Ана басымен мына басында. Сөйтіп 4,5 жыл жұмыс жасадық. Былай айтқан кезде несиеге алған жоқпыз. Жинадық. Осы жалпы несие дегенге қалай қарайсыз? Қарсы қараймын. Мүлдем қарсы қараймын. Бізде жеңіл адамдардың жатқан адамдар бар ғой? Мен қарсы қараймын. Өйткені өкінішке орай адамдар қиналғысы келмейді, шыдамдылық жоқ, сабырлық жоқ, жинағысы келмейді. Тез байығысы келеді. Сол тез баю деген адамды құрдым қалып келеді. Мен қарсымын. Шын айтамын. Түбегейлі қарсымын. Вообще шариғат бойынша да процент деген нәрсе жоқ қой негізі. Бірақ бар кредитім жоқ демеймін. Бар. Бірақ қарсымын. Біз Алла нәсіп етсе биыл бәрін жабамыз. Сосын кейін бір күшті мүмкіндіктер шығып тұрған бізге. Үлкен проекттерге, арзан процентпен кеше шешім шығардым. Ешқандай пайыз, ешқандай кредит енді алмаймын. Өйткені ойлаған мен мына жерге бір зданияға 5,5 миллион ақша төлеп отырып, оған төлегенше өзіме төлемеймін ба деп ойладым. Өзіме төлемеймін ба, мына жақтан біраз ақша шығып тұр, соған кредит алып, дамумен. Сөйтіп, помещение сатып аласылам, бүйтем деген керек жоқ. Бұл қаншама стресс, қаншама нерв, қаншама переживание, вдруг ертеңгі күні қалай болады. Лучше бір сом болса да жинаймын.
жинаймын, бір сом болса да әбден ақшам жиналған кезде соны наличка сатып аламын. Қазір жастар енді көп ақша табуға тырысып жүр ғой, бірақ та енді сол ақшаны дұрыс ұстай алмайды да. Дұрыс ұстай білудің құпиясы неде? Қалай ұстау керек ақшаны? Ысырапшылық жасама. Ол не құпия керек оған? Обязательно құрбыларынан асуың керексің ба сен? Хорошо смеется, тот, кто смеется последним дейді. Сондықтан пускай жаңағы крутой айфон ұстай берсін, крутой машина міне берсін. Ысырапшылық жасама болды. Қазіргі қызықты ғана ойлайды дейсіз ғой. Ол ысырапшылық қой оның бәрі. Ысырапшылық жасамау керек. Ақшаны сауатты жұмсау керек. Мүмкіндігінше жина, 10 теңгеден жина. Ол әдетке айналады. Әдеттен кейін жаңағы өзің жинау білгеннен кейін сенде какой-то мотивация болады. Артыңда бір 100 мың теңгең тұрса, еңсең тік көтеріп жүресің. Қалтаңда бір 100 мың теңге тұрсыншы, отырысты бір еңсең көтеріліп отырады. Сол сияқты ғой, 100 мың долларың тұрса үйде жинаған, или банкте болмаса, қорқпайсың. Сөйлеген сөзің зу, өзіңе сенімдісің. А сен 100 мың доллар кредитің бар. Мен 100 мың доллар жинаған ақшам бар. Екеуміз қандай деңгейде сөйлесеміз? Қылпықтап тұрасың сен. Қылпықтап тұрасың. Сондықтан категорически қарсымын. Вообще неге сабырлық, ысырапшылық жасамау керек. Айтады ғой, Әдемі киініп алғансың. Не әдемі киініп алғансың? Күшті машинамен келдің, кафеге келдің, тамақ ішуге төлеуге ақшаң жоқ. А сен қарапайым киінгенсің, қалтаңда 100 мың ақша бар. Екеуміз төлейтін кезде қалай болады состояниеміз? Сенің машинең, киініп алғаң бәрі түк рөл ойнамай қалады. Ол жерде сен маскаң шешіліп қалады жерде. Кім екеніңді білдіреді, жинау керек, ысырапшылық жасамау керек. Ысырап болмайды ол. Жат емес ол негізі. Мен қарсымын ысырапшылыққа. енді мынандай бар да, адам өзі ақшаны шақырады дейді. Ақша тарту, ақша энергиясы деген ұғымдарға қалай қарайсыз? Күліп жүр. Өмірден ләззат ал, рахаттан. Келе береді ақша. Ақша энергия келеді. Өзі келеді ақша. Күліп жүрген адамға келеді дейсіз ғой. Күліп жүр, өзініз келе береді ақша. Біреу ойлайды, мынау ақшаны қайдан береді дейді. Өмір бармайтын жері жоқ, мінбейтін жоқ, әйтеуір жүрмейтін жоқ, кимейтін жоқ дейді. Ода да сондай проблема негізі. Но ол образ жизнь сондай. Энергия келеді, күліп жүр. Жақсы адамдар келеді. Ниеті түзу адамдарға келеді. Ақша жоқ кездер болды ғой басымызда. Ақша жоқ кезде мысалы басымызда болды. Жаңағы айтып кетемін ғой, соңғы 200 теңге не единица салайын ба, не беляши сатып алайын ба деп тұрған бір сондай сәтте тұрған кезде тамаққа емес, әйтеуір связьда болайын, еңсем түспейін деп ше. Не болса да, қарым аш болса да, еңсем түспесін, связьда болайын деп 200 теңге единица салдым. Әйтеуір связьда болып бір смело тұрайыншы деп, өзіме сенімді болып тұрайыншы деп ше. Қарныңыз аш. Қарным аш болса да, смело тұрайыншы деп. Сыр білдірмейсің ғой, енді сыр білдірмейсің. Сонда Жолдас баламның мәшесін сатып, екеуміз бизнес бастадық қой. Сол кезде келді ғой сол ақша. Алла тағала жіберді ғой. Соншама сынақ беріп тұрды. Арам тамақ қойып, тамағы жеп алайын, мен бір күндігін ойлайтын болсам, сонда ниетім. Онда, может быть, маған бермейтін бе, тағы сынақ беретін бе. Мен әйтеуір бір күндік емес, қазірге қарным аш емес, әйтеуір кішкене связьда болайын, ертеңгі күнді де ойлайын деп, сондай қазақ негізі мықты, 3 жылдан ойламаған еркектен емес, 3 күн ойламаған әйелден без дейді. Түбілей тыңдасаң, болашақты ойлау керек қой негізі. Ақшаны да соны болашақпен байланыстыру керек. Қазіргі жейтін тамақта емес, әйтеуір едінсіз салып, болашақта вдруг бір мүмкіндік кеп қалар деп. Ниетті намерение. Сүрді Құдай кеп береді. Түсіндіңіз ба?
қазіргі тамағын ойлайтындар бар. Қазіргі мініп қалайын машинені, қазір үйді алып қалайын, қазір кредитке кіріп той жасап алайын, қазір кредитке мен крутой машина мініп алайын. Түсіндіңіз ба? Ол қазіргісін ойлап тұр да. Ертең оны қалай төлеймін, оны ойлап тұрған жоқ. Біз сол құрдымға келетін сол. Қазір ғана ойлаймыз. Ешқайсысы қазір бар ғой, қазір көбісі бар ғой, бір күндік табыс төлейді. Жұмысшыны алып атсаң да, график қанша, оклад қанша дейді. Сіздің компанияңыз болашағы қандай деп сұрамайды. Мен қандай жетістікке жете аламын сіздің компанияңызда? Сіздің жұмысыңызда қандай мен жетістікке жете аламын деп сұрамайды. График қанша, айлық қанша? Болмайды дейді. Маған неудобно дейді. Өзінің болашағын айтпайды. Мысалы, мен жұмыс істейтін болсам, айтатым, маған бар ма 5 жылдық стратегияларыңыз? Мен бұл жерде мен қазір салып кірісіп істеймін мен. Но болашақта мен кім боламын? Не бере аласыз маған деп айтатын мен. Мен барым салам мен сізге. Көрсеткішінші, ақша бар ма, мақтау бар ма, карьерный рост бар ма, өсу бар ма бұл жерде? Мен қай жерде, сіздің компанияңызда қай жерде бола аламын деп соңғы нүктені көру керек. Сонда ол көрсетсе, міне 5 жылдан кейін мынандай жетістікке жете аласың. Бірақ мынадан өту керек десе, мен кірсем мысалы. Бізде қалай? Оклад қанша екен? График қанша екен? Болмайды, маған неудобно дейді. Өзімізге удобный варианттар іздейміз да. Алла оны жіберіп тұр. Возможно, сол жерде өсуі мүмкін. Но ол өзінен ыңғайлысын іздейді. Маған неудобно деп. Маған да неудобно болды жаңағы 2-3 теңгені қарыма атнет. Қарым тойдырмай 2-3 теңге еден салған. Маған да неудобно ол. Но сол кезде 3 сутка тамақ ішпегем. Жегім кеп тұр қарыма, тамақ жегім кеп тұр. Неудобно маған еден салған. Көрдіңіз ба? Жаңа жұмысшы туралы айтып жатырсыз ғой. Сіздің Ерлан Ерке дүкеніңіздегі жұмысшы Зира ханымнан сұхбат алдық қой. Сол кезде қарапайым сатушы болып 1.200.000 теңге зарплата алам деп жатыр да. Енді ол бұрын, қазір қанша зарплата алады екен деймін да. Сонда мен таң қалғаным, сатушылардың зарплатасы миллионнан асып тұр ма сонда? Жоқ, ол өзінің мүмкіндігіне алып жатыр ғой. Бізде көбінесе пайызбен ғой. Ол мықты қыз. Еңбегі бар. 30 тойды соған. Алады, сонда 1 миллион. Алады. Одан көп алады. Одан аз алған кездер болған. Сезон болады, сезон емес кез болады. Бірақ таңдау ода ғой. Таңдау ода ғой. Өз таңдады ғой. Осы сол жолы. Мен көрсеттім. Ona gelmейді ақша, сразу айтайын. Ойламасын біреулер 1.200.000 төлейді екен, ойбай бара алсақ, біз де бәрі солай аламыз деп. Жоқ. Ол өз таза еңбегімен алып жатыр. Главное, мен перспективаны көрсеттім. Осыны сесен жасайсың деп. Ол кәдімгідей еңбек етіп алып жатыр. Ол оңай еңбек етіп жатқан жоқ. Ол маңдай термен алып жатыр оны. Қандай еңбек етіп жатыр екен? Қандай еңбек? Істеп жатыр екен. Ол мен дүкеніме келген кезде, ол өзінің дүкеніне келгенде келеді. Ол мен дүкеніме келмейді. Ол өзінің дүкеніне келгенде келеді. Әріп жатқан қоқырсық, жер жатқан, ол өзінің дүкенінде қоқырсық дегенде қабылдайды. Түсініңіз, әрбір клиент келген клиентті, ол өзінің клиентіндей қылып қабылдайды. Өзінің дүниесіндей қылып қарайды. Конечно, любой адам береді. Біреулер келеді, жұмысқа орналасады, біреуге жұмысқа орналасады, еще біреудің жұмыс істеген деп істейді. Ниет сондай. Әр адам тұрмыс жағдайда да, отбасылық жаңағы жағдайда да, достық жағдайда да, бизнес жайлы да маңызды емес. Берілу керек. Максимально берілу керек. Бәрібір көрінесің сен. Бәрібір көрінесің. Біреулер ойлауы мүмкін, мен адал істеп жатыр, мені байқамайды деп. Уақыт келген жоқ байқайтын. Уақыт сағат келгенде байқайды. Шын өсесің. Ол адам көрмегенін Алла көріп тұрады. Сосын айтудың қажеті жоқ. Мен барып ем, мен адал болып ем, бүйтіп ем, сөйтіп ем деп айтудың қажеті жоқ. Істеген жақсылығын бәрін шайып жібересің. Алла көріп тұр, реттейді. Адалмен беріле бер. Ол бәрібір де ол вознаграждается, бәрібір марапат алады Алладан. Шын айтамын, білмеймін енді, сіздерді
қалай енді кішкене расчеттарда болу керек, конечно, но бәрібір марапат алады, бәрібір ертелі кеш жеңеді, бәрі теңеседі. Күн мен түн, адам мен әйел, ақ пен қара деген сияқты ертелі кеш теңеседі. Ол 100%. Сен жақсылығында бір күні шығады, жаманшылығында бір күні шығады. Бәрі алдыңа келеді. Асықпа. Сіз жиі айтасыз ғой, ақшаны дұрыс мақсатта жұмсау керек деп. Енді ол дұрыс мақсатта деген ол қалай сонда? Қалай жұмсау керек? Ақшаны қай жаққа жұмсау керек біз? Болашаққа ғой, қысқа сөзбен айтқан кезде. Балаң болашағына, өзің болашағыңа, бәрі болашаққа. Негізі. Болмайтын нәрсе болады, мысалы, иногда, сен айтайық, тағы да бір жыл аяқ киімді бір жыл киіп тастауға болады тағы да. Но сен жаңасын алғың келді. Мынаны тағы да бір жыл шыдап тұрса болады негізі. Но сен алдында жоқ деп тағы ала салдың. Кішкене былай айтқан кезде қалай түсіндірсем болады саған. Айналып келгенде жаңағы ысырапшылыққа не қылады ғой, тіреледі ғой айналып келген кезде. Лишний заттар алудан қажет жоқ. Білімге жұмса, сауаттылығын ашу үшін, балалардың болашағына жұмса, өзіңнің болашағына жұмса. Негізі. Өйткені енді сіздің сұрағыңыз бар ғой, мынандай да негізі насихат. Жаңа да айтып кеттім, бұл сұрақтың жауабы да сол жаңағы. Егер ертең күн ойламайтын болсаң, қазіргі тамағы мен қазіргі киімді ойлайтын болсаң, өкінішке орай құрдымға кетесің. Өйткені мемлекеттің өзінде резервный фонд деген болады. Яғни мемлекеттің оборотынан какой-то часть ақшалар резервный фондта жинала береді. И сол сияқты кішігірім компанияларда да сонда резервный фонд болу керек. Вдруг карантин болып қалып басқа болды, ана жұмысшылардың кінәсізден олар жұмыссыз қалды. Сондықтан жаңа карантин болған кезде сол резервный фондтан хотя бы поддержка ретінде олар қамтамасыз ету керек. Сенің кінәң жоқ қой енді, олардың кінәсі жоқ қой енді. Сол сияқты отбасыда да сонда резервный фонд болу керек. Ақша деген жиналып тұру керек. Яғни қандай да жағдай болып қалған кезде жерге сипақтамай, ол басымыздан өтті ғой карантин кезінде, Біз базарға сеніп қалдық, базарда сауда бола береді деп ойладық. На самом деле карантин келіп бәрін жауып тастаған кезде даже ақша таппай қалдыр болды. Өйткені түсіп жатқан ақша жоқ. Тамаққа таппай қалған уақыттар болды ақша. Сол кезде резерв жоқ. Мне кажется, ақшаны жаңағыдай болашаққа жан-жақты табыс көзін, резервный фондқа, сондайларға жұмсау керек деп ойлаймын. Мен өз пікірім. Енді кейбіреулер айтып жатады ғой, ақшаға сараң болмау керек дейді. Ал біреулер айтады керісінше, ақшаны қысып ұстау керек, әр тиын есептеп отыру керек дейді. Енді осы екеуінің ортасын қалай табамыз? Бар ғой, мен о жағынан ақылшы емеспін, ақшаны былай істе деп ақыл айта алмаймын. Болады, кейбір кезде қысып қаласың. Кейбір кезде бір орта болып қалады, атып жіберетін кезің келеді. Ол жерде бір серілік жасамасаң, ұят. Түсіндіре алдым ба сізге? Қысатын жерде қысу керек. Бүйтіп қарайсың, бұл жерде кәдімгі беретін жер емес, керек емес. Бұл жерде мақтанып та қажеті жоқ. Кейбір жерде қарайсың, бір жақсы, бір айтайық, ініміз бір чемпион болып келді. Еліміздің, ауылымыздың, болмаса жаңағы әулетіміздің не қылды. Сол кезде бір серілік жасап жібересің. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Қысатын жер болады, қысу керек. Шашатын жерде шашу керек. Шын. Өз орындары болады өзі. Бірақ андай не болмау керек. Мақтаншақтық болмау керек. Күтіп тұрады сенен сондай. Күтіп тұрады, мына жігіт бір серік жасаса екен деп. Сол кезде кішкене
жымот болмай деген словом. Шынымен бір сөзбен айтқанда андай тықыр болмай беріп жіберген абзал. Мен шынымды айтайын, мынандай правила деген жоқ қой негізі. Сарандық анау мынау как есть жүре беремін мен. Бермеу керек па, несі неға жоқ, бермеймін. Болды, требован болды. Хоть өлтіріп барса да бермеймін ол жерде. А кейбір жерде бір болады, бір көрсетуің керек болады. Яғни ол жерде көрсетпесең ұят енді. Сен жиған терген 5 сом, 10 сом ешкімге керек емес үшін қуады. Сол кезде жаңағы серлік жасап жүру керек, ер азаматқа жарасады ғой. Мен бір жерден естіп қалдым да, 50 жастан кейін туған туысыңа ақша берме дейді. Өйткені мысалы сен туған туысыңа, күйеу балаңа оны арантамақ қылдырып, неменеге сен оған ақша бересің дейді. Өзің пенсияда отырсаң дейді. Сен статистика бойынша дейді, пенсияға шыққан адамдар өзінің 2-3 миллионын сөйтіп біреуге береді екен де қайтарып алмайды екен. Ал сол 2-3 миллионға ол бір инвестиция жасап бірдеңе істеуіне болушы еді дейді. Өзіне жұмсағанда дұрыс болар еді дейді, біреуге бергеннен қарағанда дейді. Былай ғой, насихат. Негізі Алла Тағала саған береді. Ақшаны. Саған береді, сен өзің жақсы өмір сүр, жағдайыңды жаса деп. Сен жақсы өмір сүріп, жағдайың жасап алғаннан кейін, саған тағы береді. Ал не істейсің деп. Оны алып жастықтың астына тығып қойсаң, ой, сен өзі жадын екенсің ғой дейді. Қой, деп тәубаң келтіреді қайтадан. Бірінші адам өз басын жақсыласа керек. Өзін жағдайын әдемілеп тұрып жасапса керек. Не ішем, не жемейм дегенде. Сосын кейін барып, төңірегіне шашай беру керек. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бүркіт шашып жейді, үкі жауып жейді. Сіз өзіңіз таңдаңыз. Қандай құс болғыңыз келеді? Үкі болғыңыз келе ме? Бүркіт болғыңыз келе ме? Енді мынандай бір қызық сұрақ қойайын. Әйел адам мен еркек адамның ақшаға деген көзқарастары әртүрлі ғой. Әйел адам ақшаны қалай ұстау керек? Сіздің отбасыңызда қалай? Сен бар ғой, андай таңғалдырып саттыр қойды екенсің өзі. Мен енді қазір қырылсады ғой, мынадан кейін бәрі қырылсады ғой. Анаға мынандай айтты, мынаға мынандай айтты дейді ғой. Енді мен біреуге ақыл айта алмаймын. Сразу айтып қойайын. Мен өз басында болып жатқан жағдай айта аламын. Бізде Аллаға шүкір, Аллаға сансыз шүкір, келіншегім дүние, ақша дегенге анша қызықпайды. Не ішем, не жейм демейді бірақ. Ол қанша ақша сауда жасап жатсақ та бірігіп, бәрін жиптеп маған береді. Маған есебін береді. Біздің отбасыда. Есесіне, мен ештеңеден отказ алмаймын. Бұл жерде сен іста, мен іста деген әңгіме жоқ бізде. Бізде отбасылық не құндылық бірлікте. Қазына общий. Қазына ортақ. Түсініпсіз ба? И ол кісі білет, что ол ер азаматқа ақша санасы көбірек келеді, әйел азаматқа сәл аздау келеді. Ер азаматқа көбірек береді Алла Тағала. Сондықтан мен анау ұстау керек, мынау ұстау керек деп айта алмаймын, но мен ұстаймын ақшаны. Өйткені бұл мен ұстап бермей қою емес қой ол. Келіншегі мен мынанша керек етсе жақсы деп ала бердім, ала береді қалаған. И все. Ол жерде сенікі менікі деген жоқ қой. Ол жерде махаббат қой тек қана. Сыйластық қой. Мен саған бірдеңе айтайын бұл жерде. Мен 2001 жылдарма Мысыр еліне бардым. Мысыр еліне барған кезде мен бір таңғалғаным, олардың дәстүрлері біздің дәстүрлермен ұқсас екен. Неге десеңіз, мен папируста бір сурет алып келдім. Ол как талисман ретінде ілініп тұрады екен әр отбасыда.
Сонда ер азамат, суретте ер азамат тақта отыр, жанында арыстан мүсін сурет тұр. Ер азамат садақпен құс атып жатыр. Соның етегінде әйел отыр. Әйелі бірақ құс атқан жаққа қолын шошайтып тұр. Төбеде бір бүркіттің қанаты сынған сурет тұр. Сонда бұл сұрағанымда олар айтты, әйел еркектен бір саты төмен болып жол көрсетуші болады дейді. Еркек жаңағы арыстан сияқты айбарлы болып табыскер болу керек дейді. Бүркіті сынған, бүркіт қанаты сынған бүркіт, ол мудрость дейді, ақылдылықты береді дейді. Сол берекесін білдіреді дейді. Маған қатты ұнады сол. Маған сол қатты ұнап, осы жерде бір ағам бар, сол кісілерге мен тартып өттім соны. Бірақ қазақша салдырдым. Сөйтіп қазақтың сұлтан жігітін салдырып таққа. Біз енді арыстан жоқ қой, бізде жолбарыс бар ғой. Жолбарыстың суретін салдырып, қазақша сұлтаннан киім кигізіп, неяқа жаңағы ол кісі Найман, негізі Найманның несін таңбасын тақтыртып, әйел жеңгемізді жаңағыдай келтіріп қойынды, кимешек кигізіп бір табан төбен түсіріп, жаңағы садақпен атып, құстарды құлатып атқаның, төбеде бір қанаты сынған бүркіт емес, қанаты сынбаған, самғаған бүркіттің суретін салдырдым. Сөйтіп жанына паспорт жасаттым. Ер азамат қашанда еркек ретінде жолбарыс сияқты айбарлы болып тақта отса, отбасында, әйелі бір сат төмен болса да ақылды болып жол сілтеуші болса, жаңағы садақпен құстар құлап жатыр ғой, құс атып жатыр. Ал бүркіт біздің қазақтың жаңағы еркіндігін, ешкімнен жаңағы мойын сұлмайтын, биіктен қарайтын деп сол отбасының жаңа мықтылығын көрсетеді. Деген паспорт жаздыртып, сөйтіп суретті тарту тарттым. Сол кісі айтты, Ереке, мынау суретің керемет деді. Күндердің күнінде деді, осы суретті деді, паспортымен аукционға шығарып сатам деді. Қанша қаражат болса деді, сол қаражатты алып тұрып мен қайырымдылыққа жұмсаймын деді. Мен ұғымым сондай. Енді қазір кім қандай дейді білмеймін мен. Менің түсінігім сондай. Түсіндіре алдым ба? Ол ақша кім ұстау, мен ұстауда мағынада емес мәселе. Ақылдықта бірлікте. Дұрыс айтасыз. Құнды ойлар айтып жатырсыз енді ақша туралы. Ойланып кеткен жоқсың ба өзің? Ойланып кеттік кәдімгідей. Енді уақытымыз шектеулі болғандықтан сізге соңғы сұрағымды қояйын. Ақша дегенді сіз қалай түсінесіз, және ақшаны бір ауыз сөзбен бір сипаттап берсеңіз? Ақша ол былай айтқанда тәртіп қой негізі. Тәртіп. Енді ол мен ойлаймын, средство деймін әшейін. Өзіңді бағалау, өзінің жаңа құндылығын, өзіңді көрсету, какой-то бір көрсеткіш деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, иә. Какой-то бір көрсеткіш әйтеуір. Қандай да болса бұл көрсеткіш деп ойлаймын. Қысқасы. Өйткені басқаша көрсеткіштер жоқ енді. Енді чемпион болып атады, анау пьедесталға шығып атады, медальмен не қылып атады. Но ол какой-то бір күш не жерді ғой енді. Бірақ какой-то бір ақшамен марапатталыну керек. Түсіндіңіз ба? Өйткені не бір чемпиондарыңыз бар, қаржылай не болмағандықтан, күні кім осы бір жақында суретті көрдім, планшет подарит етті негізі. Чемпион мира болған бір спортсмен жігітімізге. Біреуге жаңа машина подарит етіп жатыр. Ол енді тоже жаңағыдай не да? Мен ойлаймын, ақша ол сен көрсеткішін деп ойлаймын. Қазіргі таңда солай. Ақша маңызды емес, бірақ ақша болғанда бақытты болу кішкене оңайырақ та. Аға, ақшаға қатысты керемет ойлар айттыңыз. Сізге үлкен рахмет. Сен бар ғой, күрте сұрақтар қойдың. Мен шынымды айтсам ойланған жоқ, бұндай сұрақ қояды деп. Шынымды айтсам ақша маңызды емес деп қоямыз негізі. На самом деле ақшамен болу, бақытты болу оңайырақ та негізі. Сол жұмыс жасайсың, ниетті ұстайсың, бірақ ақшаға зат серкезетін қажеті жоқ шынымен де. Ниеттерің, жұмыстардың бәрі адал болса, ақша артынан қуып келеді негізі. Мен қазір көзім жетіп жатыр. Шын айтамын.
Бүгінгі әңгімеміз жастарға да, үлкендерге де пайдалы болды деген сенімдемін. Ерлан аға, сізге үлкен рахмет. Енді бұл Ерлан Ордабаевпен бірге подкастымыз. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.